Elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'du. Mınандай bir surak koyuldu. Dünyege kelgen, жаңа tuğulgan şakalak nereste öle tuğulsa, nemese tiri tuğulup keyinden can tapsırsa, şetnesi, sol şakalaqtın, sol nerestenin, səбейдің жаназасы шыға ма, жуыла ма, кебінделіне ма, есімі аты қойыла ма? Осындай сұрақтар қойылды. Біріншіден, Абу Ханифа мазғабы бойынша, іштен шыққан шақалақ егер тірі дүние келіп, кейіннен шетнесе, оған ат қойылады, есім беріледі, жуылады, ақ матаға кебінделініп, жаназасы оқылып, жерленеді. Егер дүниеге тірі келіп, тірі туылып, кейіннен шетінек бетсе, сол кезде осы нәрселер жасалады. Екіншісі, ал өлі туылса, дүниеге өлі келсе, оны жумайды, ақ матаға орайды, жаназасы оқылмайды, сосын солай жерленеді. Алла қабыл қылсын.